әлемде қорқынышты экологиялық апат орын алды. Озон қабаты жойылып, енді күн сәулелері өте қауіпті болғандықтан адамдар көшеде қол шатырмен жүруге мәжбүр. Сондай-ақ мемлекеттер әрбір елдің халық санын 20%-ға қысқартуға шешім қабылдады. Канадада ерікті эвтаназия арқылы халық санын қысқартуға жауапты арнайы қызмет құрылды. Мемлекет үшін өз еркімен өмірінен бас тартуға дайын азаматтарға Чарльз Йорк және оның әйелі Дон Йорк қосылғысы келеді. Өлер алдын ол балаларының бастарын жинайын деп шешті. Бірінші болып оның үлкен ұлы Джаред келеді. Ол үкіметтің антропологы. Балаларының арасынан әсіресе ол халық санын 20%-ға қысқарту идеясын қолдайды. Одан кейін фармацевтикалық компанияның бас директоры үлкен қызы Рейчел мен оның қызы Мия келеді. Сосын оларға асырап алған ұлдары Ноа қосылады. Ол жақында ғана өзінің есірткі тәуелдігінен құтыла алған екен. Сондай-ақ ұлы актриса болуды армандайтын Эшли де келді. Тост кезінде әкесі балаларынан кешірім сұрайды, оларға көп көңіл бөле алмаған үшін. Кешкі астан кейін балалар әкесінен неге олардың бәрін жинағанын сұрайды. Әкесі Чарльз өзінің және әйелі Доунның ерікті эвтаназия қабылдағысы келетінін мойындайды. Балалар әкесінің ойын түсініспеушілікпен қабылдайды. Ол билік жақында мәжбүрлі эвтаназия туралы заң қабылдайтынын айтып, өз өмірін үкіметке беру арқылы оларды құтқарғысы келетінін айтады. Джаред әкесіне бұл заң бойынша отбасынан тек бір адамның өмірмен қоштасқаны жеткілікті екенін айтады. Бірақ әкесін ұлының бұл ойы көндіре қойған жоқ. Олар енді Доунның неге бұндай шешім қабылдағанын сұрайды. Ол өзінің күйеуімен бірге болуға міндетті екенін айтады. Жаңалықтарда үкімет бағдарламасына байланысты елде шерулер орын алып жатқанын хабарлауда. Әкесі ұлы Ноанның жұмысқа орналасып, өзінің ғашығын тапқанын біліп қатты қуанады. Ноанның айтуынша ол қыз оған жақсы әсер етуде. Содан кейін ол ас үйге оралып, әйелінің қалдырып кеткен хатын тауып алады. Онда әйелі онымен бірге өлуден бас тартқанын жазған екен. Бірнеше секундтан кейін олардың есігін қағады. Бұл эвтаназия қызметкері Бобты кіргізіп, содан кейін оған ерікті Доун қашып кеткенін айтып, процедураны тоқтату керектігін түсіндіреді. Боб Чарльзбен бірге жеке қалып, оған эвтаназиядан бас тарту туралы қағазды ұсынады. Қағаздарды оқып шыққаннан кейін Чарльз онда қол қоюдан бас тартады. Өйткені процедураны тоқтатудың салдары өте ауыр. Күн батқанда отбасы әкесімен қоштасуға жиналады. Чарльз оларға мұраны барлығына теңдей бөлгенін хабарлапты. Осыдан кейін Боб Чарльзға өлімге алып келетін дозаны енгізеді. Әкелерінің денесін көлікке алып кеткесін. Чарльз шарт бойынша оларға екінші дене керектігін айтады. Үйге қарулы адамдар кіріп, оларға ойлануға 2 сағат уақыттары бар екенін айтады. Араларына қашып кеткен Доунның орнын басатын. Джаред әкімшілікке қоңырау шалуға тырысады. Бірақ Боб оның бәрін ойластырып, мұндағы байланысты сөндіріп тастаған. Олар Мияны үйден шығарады. Жағдай шешілгені көлікте отыру үшін. Боб олардың әкесінің процедурадан өтуден бас тартуға мүмкіндігі болғанын, бірақ оны жасамағанын айтады. Өйткені ол кезде оның және әйелінің шоттары бұғатталып, мүлкі тәркіленетін еді. Бірақ Бобтың айтуынша, олардың әкесі ең алдымен өзінің қорқақтар тізімінде болуынан қорыққан. Джаред Бобпен келісуге тырысады, бірақ ол оны тыңдағысы келмейді. Отбасы шешім қабылдамаса, не болатынын сұрайды. Боб онда өздері таңдап біреуін өлтіретінін айтады. Отбасы мүшелері әртүрлі бөлмелерге тарайды. Эшли интернет арқылы біреумен байланысуға тырысады, бірақ глушилкаларға байланысты желі қолжетімсіз. Эшли әкесінің поштасын оқып, бірдеңе біледі. Содан кейін отбасы екінші қабатта жиналып, Джаред Ноуды ұсынады. Біріншіден, ол асырап алынған, екіншіден, ол өлімге алып келген жол апатына кінәлі. Эшли өз кезегінде Джаредті ұсынады, өйткені ол жаман адам, және отбасын бір әйел үшін тастап кеткен. Ноан өмірмен қоштасуға дайын емес, өйткені ол өмірінде алғаш рет махаббаттың не екенін сезінді. Отбасы Бобтан олардың арасынан кімді өлтіретінін, қалай шешетінін сұрайды. Боб жеребе арқылы екенін айтады. Рейчел сондай-ақ бұл процедураны міндетті түрде өткізу қажет пе, немесе тек дене жеткілікті ме деп сұрайды. Боб егер олар денені берсе, бұл да жеткілікті болатынын айтады. Боб кеткеннен кейін Рейчел олардың бір-біріне жақын емес екенін және өте сирек кезетінін айтады. Сондықтан ол өз өмірін олар үшін құртқысы келмейді. Осыдан кейін ол Ноанды пышақпен ұрады. Оның жағында тек Эшли ғана, өйткені олар бала кезінен жақсы қарым-қатынаста болған. Рейчел Эшлиге өзінің арманын орындау үшін оларға қосылып, ағасын өлтіру керектігін түсіндіреді. Эшли пышақты Рейчелге қайтарады. Осылайша оған келісімін бергенін көрсетіп, Эшли әкесінің кабинеттегі компьютерден апатта қаза болған әйелдің отбасына әкесі Ноан $3 миллион аударғанын оқығанын айтады. Ноу мұны білмегеніне ант береді. Ол олардың ойларын өзгертудің мүмкін еместігін түсініп, үшеуін де ұрып басқа бөлмеге қашып кетеді.
Ол сүйіктісіне қоштасу хабарламасын жазып, смартфонын терезеден лақтырады. Кейін байланыс пайда болып, хабарлама жіберушіге жетеді. Ноан өзін қолға алып, бірінші қабатқа түсіп, жерде жатқан шанышқыны көтереді. Содан кейін ол өзінің бөлмесінде жасырынған Эшлиді тауып алады. Ол өзінің бұл жерде еш кінәсі жоқ екенін айтып ақталуда. Ол оны кешіріп, егер олар шабуыл жасаса, оның артына жасыруға кеңес береді. Бөлмеден шыққанда, Эшли оған қабырғадағы бала кездегі суреттерін көрсетіп, Ноанды алаңдатады. Джаред пен Рейчел оған шабуыл жасай алу үшін, бірақ Ноан тағы да сытылып кете алды. Эшли мұның бәріне қатысқысы келмей, қашып кетеді. Ноан Рейчелді шанышқымен жаралап, Джаредті залалсыздандырады. Бірақ сол сәтте Эшли оны артынан ұрып құлатады. Кенеттен олар сырттан дауыс естіп, үйден жүгіріп шығады. Сөйтсе, бұл жігітін іздеп келген Ноанның сүйіктісі Грейс екен. Ол барлық жағдайды камерасына түсіріп, мұнда заңсыздық орын алып жатқанын түсінеді. Үшеуі одан бұл туралы біреуге хабарлауын сұрайды. Грейс қашып кетуге тырысқан, бірақ оны атып өлтіреді. Олар үйге оралып, Ноанды өлтіру керек деп шешеді. Себебі егер ол сүйіктісінің өлімі туралы білсе, өмірден бәрібірде түңіліп кетеді. Алайда ол орында жоқ. Кенеттен үйде жарық сөніп қалады. Грейстен айырылған ол ашуланып, әр қайсысын жаралайды. Ол өтірікші Эшлиді өлтірмек, бірақ Рейчел оның орнына өзін құрбан етуді сұрайды. Содан кейін Джаредті өзінің кандидатурасын ұсынады, өйткені ол ең үлкені және оларға қамқор болуы керек еді. Ақырында Эшли де өзін құрбан етуге дайын екенін айтады, өйткені ол 200-ді және жол болмақшы адам. Уақыт аяқталып, ал Боб үйге кіргенде бөлменің ортасында Эшлидің денесін байқайды. Бірақ бұл спектакль болып шықты, және Йорк отбасы Бобты және оның адамын кепілге алады. Бобтың адамдары ішке кіргенде, Боб олардан қаруларын тастауды талап етеді, өйткені оны өлтіруі мүмкін. Осыдан кейін Эшли есінен танып қалады, ал Бобты ұрып құлатады. Есін жиған Боб өзін және адамдарын байланған күйде көреді. Боб істі бәріне тиімді жолмен жабуды ұсынады. Оларға бар болғаны оған Эшлидің денесін беру керек. Рейчел Эшлидің өлі екенін растайды, бірақ көрпенің астында ол емес екенін айтады. Содан кейін Рейчел көрпені көтеріп, оған Грейсті атқан қызметкер әйелдің мәйітін көрсетеді. Келесі көріністе Ноан пианинода ойнауда. Оны бүкіл отбасы қолдап отыр, арасында Дон да бар. Соңында біз Грейс пен Эшли туралы репортажды көреміз. Теледидардан олардың өлімін халық санын қысқарту бағдарламасы бойынша өз еркімен эвтаназиядан өткен батырлар ретінде көрсетуде. Осы жерден фильмде аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.